Ертеде бір шағын ауылда мейірімді, еңбекқор қыз өмір сүріпті. Оның аты Күлше қыз екен. Өгей анасы мен екі өгей әпкесі оны жақсы көрмей, күні бойы жұмыс істететін. Бірақ Күлше қыз ешқашан ренжімейтін. Ол әрдайым сабыр сақтап, жүрегінде үміт ұстайтын. Бір күні сарайда үлкен би кеші өтетіні туралы хабар тарады. Патшаның ұлы өзіне жар таңдамақ екен. Барлық қыздар шақырылды. Өгей әпкелері сәнденіп сарайға кетіп қалды. Ал Күлше қыз үйде жалғыз қалып, терезе алдында мұңайып отырды. Сол сәтте бөлме іші жарқырап, сиқырлы пері пайда болды. «Сен де би кешіне барасың», деді ол. Пері асқабақты күймеге, тышқандарды атқа айналдырды. Күлше қыздың қарапайым көйлегі әдемі ханшайым көйлегіне өзгерді. Аяғына мөлдір туфли кигізілді. Бірақ пері ескертіп айтты: түнгі 12-де сиқыр жоғалады. Сарайда ханзада Күлше қызды көріп бірден ғашық болды. Екеуі бірге биледі. Бұл кеш қыз үшін нағыз ғажайып еді. Алайда сағат 12-ге жақындағанда Күлше қыз асығып сарайдан жүгіріп шықты. Бір туфли баспалдақта қалып қойды. Ханзада сол туфлидің иесін іздеп бүкіл елді аралады. Ақыры туфли тек Күлше қыздың аяғына ғана дәл келді. Осылайша мейірімділік пен сабырдың арқасында Күлше қыз бақытқа жетті. Жақсылық жасаған жүрек әрқашан өз бақытына жол табады.